Сіздермен құрметті достар, бүгін мен сіздерге шифлера гүліндегі болып жатқан өзгерістермен бөліскім келіп отыр. Неге онымен бөлісейін деп отырмын? Себебі маған комментарияда көп осы шифлера гүлі туралы сұрақтар келіп жатыр. Шифлера гүлі неге жапырақтарын түсіріп төгіп жатыр? Оны қалай көбейтсе болады? Шифлера гүлінің күтімі қалай деп айтып жатыр. Бұл шифлера гүлін видеолар бар. Оны ссылкасын описанияға қалдырып кететін боламын. Менің шифлера гүлімнің жағдайы міне осындай. Алдында айтқан болатын, бұл гүл өте жылдам, тез өсетін гүл екен деп. Және бір айта өтетін мәселе, бұл гүл тамырын өте тез, жылдам өсіреді екен. Мен бұған қаншалықты үлкен горшок берсеңіздер де, соншалықты жылдам өсетініне бұның көзім жетті. Қолданатын тәсілім, ол кішкентай горшоктарды тым үлкен горшокқа ауыстырмау. Көбінесе қолданатын тәсілім сол еді. Мен енді бұл гүл ол тәсілге бағынбайды екен. Соны айтып өткім келіп отыр. Неғұрлым үлкен болса, соғұрлым жылдам өседі. Және тағы айта өтетін мәселе, бұл гүл жарық жерде тұрғанды жақсы көреді. Тіке күннің көзі түспеу керек, бірақтан неге жапырағын төгеді? Жарық жетіспегеннен жапырағын төгеді. Сол себепті менде де мына сіздердің назарларыңызда қарасаңыздар, мына беті, қарасаңыздар, жапырақ жоқ, түсіп қалды. Неге десеңіздер, осы беті күн жарық түспейді. Мен бұны бұлай айландырып тұруға ұмытып кеткенмін қыс уақытысында. Мына беті ғана жарық түсіп, бұл бетінде ешқандай да жаңағыдай жапырақтары түспеген. Сіздерге көрініп тұрса, көрсетейін. Мына бетін қарасаңыздар, мына жердегі жапырақтары түсіп қалған. Бірақ ешнәрсе етпейді деп ойлаймын. Мына қарасаңыздар, мына почкалары оянып, жаңа бұтақтар жіберіп жатыр. Және бұл гүлді қалай көбейтеміз? Кейбіреулері айтып жатады, мынандай бір жапырағын алса, осын сындырып алса, тамырлайды, әрине тамырлайды, бірақ бұдан көбеймейді ол. Тамырлатып отырғызып қойсаңыздар, бір қалыпты тұра береді. Одан кейін соңында бұл сарғайып шіріп кетеді. Сол себепті мынандай бұтағымен бірге алған дұрыс. Мен сіздерге қазір алып көрсетейін. Қазір көрініп тұрсақ. Мына алып көрсетейін. Мынандай почка оянатын жерінен, осы жер араларынан кессеңіздер болады. Себебі тез кейін осы жерден почка оянып, боковой жанынан бұтақтар шығатын болады. Және тамырлатуға да өте оңай болады. Мен қазір осы жерден кесіп аламын. Мен қолыма ыңғайсыз болғандықтан видеоны тоқтатып, мен кесіп алуға мәжбүр болдым. Көрсеңіздер, мына отростканы мен кесіп алдым. Мұны осы жерден енді тамырлататын боламын. Мына төменгі жапырағын алып тастаймын. Қазір өте ыңғайсыз болып жатыр маған. Мына төменгі жапырағын алып тастадым. Және дәл осыны карневинге салып, көрсеңіздер, аппақ етіп карневинге салдым. Кепкенге дейін осылай қойып қоямын. Сосын стаканға су құйып, суға салып, жарық жерге қоямын. Және суға активированный уголь саламын. Және сіздерге мына жапырақты да карневинге салып, осыны да тамырлатып көрейін, тәжірибе жасап, сосын сіздерге нәтижесімен бөлісетін боламын. Шифлера гүлі туралы барлық сұрақтарға жауап бердім деп ойлаймын. Бұл гүл жарықты жақсы көреді. Және көбейту тәсілі осы. Жапырақтан емес,
осылай сабағымен бірге алып көбейтесіздер. Және бұл гүл үлкен горшокты жақсы көреді. Егер горшогы тар болса деген менде видео бар. Ол кезде мына үстіңгі жапырақтары жасыл болмай, сап-сары болып, күші жетпей, өспей қалады. Тамырлары қысылып. Сол видеолардың барлығын мен ссылкасын описанияға қалдыратын боламын. Және тағы да бір айта өтетін мәселе, кешегі салған видеомнан мынандай өзгеріс болып жатыр менде. Кеше мен фикус гүлін формировка жасау және фикус гүлін бұтау деп видео салдым. Суреттерін шығаратын боламын. Кеше барлық фикус бенджамин гүлдерімді мына қарасаңыздар топтастырып отырғызған болатынмын. Топ-тобымен отырғызған болатын едім. Соның барлығын ажыратып, жеке-жеке мындай стакандарға отырғыздым. Мына барлығы бір размерде. Бір бойлары да барлығы бір неде. Бұны жеке отырғызған себебім бір-біріне тамыры қысылып, өсуіне кедергісін жасап жатыр. Және біреуіне жарығы жақсы түссе, екіншісіне жарығы жақсы түспей, өспей жатыр. Сол себепті жеке-жеке отырғыздым. Бұған мен келесіде осы 6-ауын немесе 4-еуін, 5-еуін бір горшокқа отырғызып, өріп отырғызып көргім келіп отыр. Мен өріп көрген жоқпын әлі. YouTube желісінен мен бірнеше өрілген фикустарды көрдім. Соны өз қолыммен жасап көргім келіп отыр. Сол себепті де осылай жеке-жеке стакандарға жеке-жеке отырғызып, осыны үлкен қылып біраз өсіріп, өруге келетін болғанда, әлі қарасаңыздар, мына стволы, бұтағы өте жіңішке әлі. Осыны өсіріп, қалындатып, өруге келетін болғанда қалай өргеніммен сіздерге видеомен бөлісетін боламын. Мұны фикус бенджаминдердің барлығын топырақтарын да ауыстырдым. Мұны жеке-жеке қылып отырғыздым. Егер сіздерге бүгінгі видеом ұнаса лайк басыңыздар. Және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, пікірлеріңіз болса, төменге комментарийға қалдырып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.